Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздер болғанымен Айка және де біз бүгін не түсіреміз. Тақырыбы сатып алынған қыз. Короче, осы әйел осы қызды сатып алады ана мамасынан. Енді басшы білмей жүреді ол. Осы қыз 6 жастан бастап сатып алынған. Ендеше бастайық. Так, қызым бар да ыты-шу немесе маған тамақтайын деп қойықтым ба? Ерікпей тез дайындап. Мам деген жоқ. Маған неге ұрса бересіз? Маған бәрібір ұрсып жатқан жоқпын, тәрбиелеп жатыр. Осында отырам. Мама маған қайта ұрса береді. Мен уже нардан шаршадым. Күндегі тірлікті мен істеймін. Неме сыбырласып жатсың? Түкте. Істей берем. Істе. Осы үйдегі тірлікті. Ойбай, тамақ күйді. Мама, жарайды. Тамақтайын ба? Неменен күйдір жүргесін ба? Сен ауырасың ба кішкене? Мынау несі күйдір жүргенін? Енді мам, байқамай күйдіріп кетті. Байқамай емес. Немене әдейі күйдіріпсің ба? Бағана сыбырласып тұрған кесірі барлығы. Кофеім ғана ішім болды. Ой алла. Отырайыншы. Мама күнде ұрсатта жүреді. Мен енді мына тұстарды қайтадан жинаймын. Үйде жинап шығу керек. Әлі көп тірлік бар. Алло құрбым. Бүгін далаға шығасың ба? Білмеймін, қазір мамадан сұрайын. Кеттім мен мамаға. Сұрап келейінші. Мама. Ой, не болды бақырмаш. Енді подругам далаға шығайық деген. Мына жерде тас қараңғыдан ба? Жынтысың ба, сен ауырасың ба? Шықпайсың ешқайда. Жарық болса да шықпайсың ешқайда. Барып үйде ішіне. Аңырамаш. Мам, неге мен жақсы көрмейді өзі? Күнде жек көреді мені. Мен ешқайда жібермейді, даланы көре алмаймын. Құрбымға звондап айтайын енді. Алло, құрбым. Алло, не болды? Неге жылап тұрсың? Мен далаға бүгін шыға алмайтын сияқтымын. Неге? Мен мамам жібермейді. Осы күнде осылайсың ше. Болды, мен сен дос емеспін, шаршадым, басқа құрбы тауып алып. Құрбым. Жоқ, олай істемеш. Мен мамам білесің ғой. Ұйықтап алайыншы, өзі тамақ басымды қаттырды ғой. Анаға үйдің тірліктерін бәрін үйіп тастайыншы. Қыз көзайым не аңырап жылап атсын ақты даусына дейін естіліп тұр. Бардың үйді ішіне ұйықтым ба, мен кеттім ұйықтайым. Өзі естіп тұрмын бәрін. Енді осылардың түгел жинап шығу керек. Мен уже шаршадым, мына өмірден кеткім келіп кетті. Өтіріп жинай салайыншы, одан ұйықтап алайыншы бір. Сосын жинай саламын. Мынау кім тағы? Кім мінез тағы? Перден жауып қойын. Кеш болған бұлжып. Түн болып қойыпты ол. Тамақ қайда вообще? Мен оған тамақ дайындасын деп айттым ғой. Үй жинады деп. Көзайым, немене жатырсың, тұр. Мам, мен просто жата тұрайын деген ғой. Мам, кешірші. Кешірмеймін. Екінші жолы қайталанса, бұл наказание ұқтым ба? Жарайды, қайсықта тамақтың түгел дайындап қоямын. Күтем осында. Тез дайында. Ұқтым ба? Болды, мен осы үйден түнде киімді жинап кетемін. Айттым бітті. Міне тамақ. Осы жол күйдірмей пісіріпсің ғой. Күйдірмегеніне рахмет. Бірақ тұзы көп екен. Немене сонша оққыштып қосқансың, а? Мынаны. Енді мам, көп қосылып кетті деген сөз болмасын, ұқтым ба? Қайда кеттің өзің? Енді мен неме әкелейін деп жатырмын сізге. Рахмет. Жоқ, саған рахмет айтуға керек емес. Пайдасы да жоқ. Пайдасы жоқ? Түкте, жи, алдына қарада шеш өз.
Мам, неге сіз мені жақсы көрмейсіз? Мен сені жақсы көремін, просто тәрбиелеп жатырмын, ұқтың ба? Тәрбиелеген адам осылай тәрбиелей ме? Қойыңызшы, мен кеттім. Өзі нағыз бір нерв ұстатты өзі. Осы қызда миым жоқ, подругама звондайыншы. Алло, құрбым, алло, не істеп жатсың? Болды, мен киімді қазір жинап кете салам. Маған бәрібір. Болды, мен кеттім. Осы өмір маған қызық емес, мен басқа қалаға кетем. Өзім жинаған ақшамды аламын.